Сәлем баршаңызға. Бүгін сәбидің 12 ай, яғни 1 жасы туралы айтамыз. Балапаныңыздың туылған күні құтты болсын. Алғашқы жасымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің көз қуанышыңыз болсын. Ал ендеше 1 жастағы сәбиіңіз не істей алады? Бірге талқылайық. 1 жастағы балалар қораптың қақпағын ашып, жаба алады. Қарындашпен қағаз бетіне сыза алады. Машинаны жүргізуге тырысады. Суретті кітапшаларды ашып, суреттерін қарайды. Кітаптағы таныс заттар мен кейіпкерлерін саусағымен көрсетеді. Кейбір суреттерді көргенде бірдей дыбыстар шығарады. Саналы түрде 2-3 сөз айта алады. Қарапайым тапсырмаларды орындайды. Оған тұтқасы бар. Соның көмегімен ойыншықтарды алып жүре алатындай немесе оны басқара алатындай ұстауға болатын заттарды, мысалы арба, ойыншық машина, бесік арба, сондай-ақ доптар, қуыршақтар ұсыныңыз. Бұл жастағы балалардан саусақ сору сияқты түрлі дағдыларды байқауға болады. Бұл қалыпты жағдай және бала үшін өмірінің алғашқы айларында қалыптасқан өзінің сору заңдылығын қанағаттандыру және тынышталудың өзіндік әдісі болып табылады. Егер бала 4 жасқа дейін өздігінен саусағын соруды қоя алмаса, бұл оның тілінің шығуына және азу тістерінің дұрыс жарып шығуына қиындықтар туғызуы мүмкін. Сондықтан азу тістері жарып шыққанға дейін оның бұл әдетін қойғызу керек. Сәбиіңіз отбасында дайындалатын тамақтың бәрін жейді. Егер балаға қандайда бір тамақ ұнамаса, оны мәжбүрлемеңіз, шыдамдылық таныттыңыз. Біраз уақыттан кейін қайта беріп көріңіз. Балаға күніне 5 рет тамақ беріңіз. Бала да ересектер секілді күніне 3 рет тамақ жейді. Бұл негізгі тамақтану. Бір тамақтанғанда бала 17-20 ас қасық немесе 1,5 стакан, яғни 300 мл-ден кем емес тамақ жеуге тиіс. Және өзінің сұрауы бойынша емізуді тоқтатпаңыз. Күндіз 1-2 рет ұйықтайды. Жалпы ұйқы ұзақтығы 12-14 сағат. Дәрі-дәрмектер, тұрмыстық құралдар балалардың қолы жетпейтін жерде сақталу керек. Улы заттарды тамақ сақтайтын ыдыстарда сақтауға болмайды. Баланы тікелей су ағынының астында жуындыруға тырыспаңыз. Ыстық немесе суық судың жиі алмасуынан күйіп қалуы немесе балаға салқын тиюі мүмкін. Қандайда бір көлікпен жүрген кезде әрқашан қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз. Бүгінгі ақпарат сізге пайдалы болса, қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, қоңыраушаны басып, маған қолдау білдіріп, жазылып алыңыз. Егер жазылып алған болсаңыз, менің арнамды жақындарыңызбен бөлісіңіз. Бұл сіз үшін аз ғана уақытты алады, ал мен үшін келесі пайдалы ақпаратты шығаруға шабыт сыйлайды. 1 жасқа толған сәбилері бар аналар бар ма? Сіздің сәбиіңіздің дамуы қалай? Пікір қалдырыңыз.